Қасиетті жұмада небәрі 15 минутта дайын болатын аштықсыз өте жұмсақ үлпілдек бауырсақ және де жеті нан рецептісімен бөлісемін. Бөлме температурасындағы айранға ас содасын салып жақсылап араластырамыз. Көлем жағынан ұлғайып реакцияға түседі. Електен өткізілген ұнға құмшекер, тұз, жұмыртқа саламыз. Соңынан айранымызды құйып, қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Соңынан сұйық майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минутқа тұндырып қоямыз. Қамырды 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін теңде 7 бөлікке бөлеміз. Дөңгелек формаға келтіріп, 7 шелпектің формасын беріп, оқтаудың көмегімен дөңгелектеп жайып шығатын боламыз. Қамырдың екінші бөлігін ұн себе отырып, орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Қалауымыз бойынша кесеміз. Қызып тұрған майға алдымен шелпектерімізді екі бетін аудара отырып, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Сонан соң бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Жүрекке шуақ шашқан иман гүлі, қорғайды адамдарды ойдан түрлі. Күндердің сұлтаны боп саналатын, дұғалар қабыл болсын жұма күні. Аумин.